Осы түсірілім Семей облысы Ақсуат ауданының 50-ші жылдардағы комсомол колхоз туралы болмақ. Баспасөз бетінен алған деректерге негізделген. Колхоздың дамуының 1948-54 жылдар аралығындағы уақытты қамтиды. Бір колхоздың мысалымен еліміздегі сол кездің өмірін көз алдымызға елестетуге тырыстым. Колхоз еңбеккерлері көптеген жұмыстарды жүргізу керек болды. Негізгі жұмыс мал шаруашылығы болғанымен, оған жем-шөп дайындау, егін егу, бүкіл аудан аумағында каналдар мен арықтар салу, суармалы жерлерді ерте көктемнен бастап суару, малды қыстамадан аман шығару, төл алу, қырықтықты өткізіп, малды жайлауға шығару. Қыс уақытында қар тоқтату жұмыстары бар. Көктемде арықтар мен каналдарды тазалап, суару науқанына дайындау сияқты көптеген жұмыстар. Осы сияқты жұмыстарды біздің ата-апаларымыз жанкештілікпен орындап жүрді. Сол қиын қыстау замандағы өмірдің бір парағы деп қабылдаңыздар. Біздің қолымызда бар ақпараттарға қарағанда, комсомол колхозы 1935 жылы құрылыпты. Мына көріп отырғандарыңыз Семей облыстық екпінді газеті 3 апрель 48 жылы. Малға бай шаруашылығы өскен колхоз деген мақала комсомол колхозы тарихы жөнінде мынадай бір сөздер жазылған. Комсомол колхозы 1935 жылы ұйымдастырылған. Онда небәрі 20 үй ғана болған. Ол кезде жаңа ұйымдасқан колхоздың шаруашылығы да, мәдениеті де төмен еді. Колхоз орталығында қоғамдық мал басы да аз болатын. Фермаларда 346 қой ешкі, 53 сиыр, 25 жылқы ғана бар еді. Ол кезде колхозда бір ғана шөп мәшинесі, тағы да сол сияқты ауыл шаруашылық машиналарда жеткіліксіз болатын. Ал енді мына мақалаға келейік. Шопан Күлбай Тастағановтың мақаласынан. Мен өзіміздің колхоздың қойларын баққаныма биыл 12 жылдан асып барады. Ол кезде алдында 450 қой бар еді. Олардың ішінде жергілікті қара қойлардан басқа жабайы қойлар да бар еді. Осы қойларды 1937 жылдан бастап биязы жүнді қошқарлармен будандастырдық. Онымен қатар 1939 жылы Еділбай қойларының қошқарлары келді. Бұл 1948 жылы 12 маусым екпінді газетінде жариялаған тәжірибемен бөлісу мақаласы. Сонда Күлбай атамыз 36 жылдан бастап жұмыс істепті. Колхоз 35 жылы құрылған. Комсомол ауылының әкімшілігінің алдында осы ауылға еңбегі сіңген адамдардың ескерткіштері тұр. Солардың ішінен алғашқы колхоз құруға қатысқан адамдарды айтып өтейік. Қыбырова Дина Сақық қызы 1909 жылғы 2000 жылы қайтыс болған. 1928 жылдан 937 жылдар аралығында ойшылық ауылдық кеңесінің төрайымы болған. Кеңестік дәуір кезінде Хантоғас батыр еліне келін болған анамды төрайымы қылған ауылы, ойшылықтей жеріне білімді болған басынан, өнерледі жасынан, атқа мінген жас анам тарбағатай болып тік тұрып қарғыбадай тасыған. Келесі кейіпкеріміз Аққұлы Аюпов 1886 жылы ойшылық ауылында дүниеге келді. Тыл ардагері, Қызыл ту ордені иегері. Өмірде талай асу алынғалы, бақыттың оты бізге жанғалы. Біз сіздің еңбегіңіз екен әке, бүгінде ойлап тұрсаң соның бәрі дейді. Мәз ұлы Шұбар Қабдулманап 1895 жылы дүниеге келді. Комсомол колхозында диқаншы болған. Тыл ардагері, Ленин ордені иегері. Өзіңен өрге басқан асқарымда от ойнап тұрушы еді жас жаныңда. Ұрпаққа мәңгілгі боп қалдыңыз ғой, жазылып ойшылықтың дастанында. Кісебаев Кәлімжан 1900 жылғы 1977 жылы қайтыс болған. Колхозды құрып алғашқы жастарды іске баулыған, барлық жігер қайратын ойшылықтың ауылын көркейтуге жұмсаған. Кәлімжандай аталар бүгінгі жас ұрпаққа үлгі болар әрқашан.
ескерткіш ұрпақтарынан. Бектенов Бүркітбай 1911 жылғы 1980 жылы қайтыс болған. Семей облысы Ақсуат ауданы Ойшіліктің ауылында туған. Жасынан диқаншылықпен айналысқан. 1955-56 жылы Жаңатоған жағасына егін салып, әр гектарынан 35 центнер өнім жинап, жоғары еңбек өнімділігін көрсеткен үшін Ленин орденімен марапатталған. Ойшілік ауылының шаруашылығын дамытуға зор үлес қосқан соғыс және еңбек ардагері, ескерткіш ұрпақтарынан. Міне осы кісілер колхоздың ең бірінші құрылуына, оның жұмысының қалыптасуына үлкен еңбегін сіңірген азаматтар. Ал енді 1948 жылға ауысайық. Мынау 3 апрель күні шыққан Екпінді облыстық Екпінді газеті Комсомол колхоз туралы малға бай шаруашылығы өскен колхоз деген мақалада мынадай сөздер бар. Міне сонау көрінген Тарбағатай тауының бөктеріндегі деді ауыл шаруашылық бөлімінің бас мал дәрігері Әміреев Жолдас. Мәдениетті колхоз ауылы. Мынау жатқан Тебіскі өзені. Осы өзенмен тау алқымындағы ұлан-ірге Комсомол Калинин атындағы колхоздардың егіні сусындайды. Осы Арғанаттан сонау Қаракемерге дейін 34 жерде Комсомол колхозының 4 түлік малы мекендейді. Суы тұнық, шөбі шүйгін Тарбағатай тауы малдың құты сықылды. Арғарай мынадай сөздер. Бірақ колхоз өзінің өсу жолындағы қиыншылықтардың бәрін жойып, сталиндік 5 жылдықтарда бүкіл республикаға әйгілі болды. Қазір колхозда 125 үй бар. Колхоздың мал шаруашылығында 179 адам, егін шаруашылығында 129 адам жұмысқа қатысады. Мал шаруашылығының өсіп өркендеуіне байланысты 8 қой қора, 4 сиыр қора, 1 жылқы қора салынды. Үстіміздегі жылы колхозшылар қойды электр күшімен қырқып, сиырды электр күшімен саумақ. Мұнымен бірге колхозда мал емдеу үйі, қой тоғытатын тоғам болады. Малды қолдан ұрықтандыру үйі салынады. Колхозшылардың мәдени тұрмысын арттыру үшін жаңадан 45 үй, 4 монша, клуб, кеңсе салу белгіленді. Колхозшылар бұл жұмысты іске асыру үшін оны ерте бастан қолға алуда. Мына мақала 48 жылдың 19 қыркүйек күні Екпінді газетіне шығыпты. Берген уәдені абыроймен орындауда деген. Бұл жерде бізге сол кездегі Комсомол колхозының қанша малы бар екен туралы ақпараттар бар. Оқып берейік. Ақсуат ауданының Комсомол колхозының мүшелері мал басын өсіру, оның өнімділігін арттыруда жыл сайын көрнекті табысқа жетіп келеді. Бұл колхозда қазір 19.200 қой ешкі, 1210 ірі қара, 268 жылқы, 32 түйе бар. Колхозшылар мемлекетке жоспар бойынша биыл 2982 килограмм май, 49 центнер жүн, 771 центнер ет тапсыру жоспарын мезгілінен бұрын толық орындады. Колхоз малшылары мал азығын дайындау жұмысында тыңғылықты жүргізуде. Шөп шабу жұмысында 7 шөп мәшинесі, 45 колхозшы үздіксіз жұмыс істеп келеді. Олар қоғамдық мал басына керекті қысқы азықты октябрь айына дейін толық дайындап алу үшін күресуде. Комсомол колхозы 48 жылдардың өзінде малды сұрыптап, асылдандырып, сол асыл тұқымды малдарды басқа шаруашылықтарға сатумен айналысқан. Осы жөнінде тағы да міне бір бағанағы мақаламыз құйрықты қойлардың сапалы жаңа тұқымын жасайық дейтін мақала. Ақсуат аудандағы Комсомол колхозының шопаны Күлбай Тастаған Жолдастың әңгімесі дейді. Енді бұл өте үлкен ауқымды материал. Мұның өзі бір алғашқы баққан қойларымды бағана айтып кеттік, колхоздың құрылған кезіндегі әңгімелерді. Қойды сұрыптау және оның нәтижесі деген бөлімі бар. Күйек маусымына әзірлік дейді. Күйек маусымы қой қоздату, адал еңбектің нәтижесі дейді. Осындай үлкен темаларды қамтиды бұның материал. Сондықтан енді бәрін бұл жерде айтпай-ақ қояйық. Бір мысалдарды айтайық ішіндегі. Бұл жерде Еділбай қойы туралы әңгіме болып жатыр.
Бұл қойлардың сапасын мынадан білуге болады. Қазіргі элит саулықтардың орта салмақтары 64,5 кг. Кейбір жеке бастары 85 кг дейін жетіп жатыр. Қошқарларымыздың орта салмағы 86 кг. Кейбір қошқарларымыз, мәселен, нөмір 287 қара алаяқ қошқарымыз 100 кг тартады. Сол сияқты нөмір 343 қоңыр қошқар 98 кг тартады. Менің отарымның қозылары өткен жылы енесінен айырғанда орта есеппен 43,3 кг-нан, кейбір қозыларым 50 кг тартты. Осы материалды жазып алғандар Әзілхан Нұршайықов, бұл кісі сол кезде Екпінді газетінің журналисі болған, зоотехник Файзрахман Шалабаев. Бұл жерде енді айта кететініміз, мынау үлкен материал бастан аяқ ғылыми терминдармен жазылған, былайша айтқанда ғылыми жұмыс үлкен. Файзрахман Шалабаевтың жұмысы ғой енді. Ол кісі осы мына малды сұрыптау, асылдандырумен өте көп айналысқан. Бұл кісінің қойлары, басқа малдар облыстық, басқа да үлкен көрмелерге қатысып орын алған сондай адам. Енді ол кісі туралы артынан тағы да айта кетеміз. Екпінді газеті 21 сентябрь 49 жылғы мақала «Комсомол колхозы» деп аталады. Малдың саны жыл санап қауырт өсіп келеді. Қазірдің өзінде колхозда 23 мыңнан астам қой, 1300-ден аса сиыр, 300-ден аса жылқы бар. Еділбай тұқымдас қойдың саны 10 мыңнан асады. Оның ерекшелігі етке ауыр, жүнге мол, қысы жазы отарлап бағуға өте бейім. Бұл тұқымдас еркек қойдың салмағы 120, саулықтың салмағы 65-75 кг-нан тартады. Әр біреуінен 3,5-5 кг-ға дейін жүн қырқылып отыр. Рамбулия тұқымдас саулықпен Еділбай қошқарының буданынан шыққан қойдың тұқымы өнімді мол беріп отыр. Бұл отардағы әрбір 100 саулықтан биыл 138 қозы алынып өсірілуде. Колхозда ангор ешкісін өсіру ісі соңғы жылдары ерекше кең өріс алды. Оның саны 5 мыңнан асады. Жергілікті тұқымдас ешкі мен ангор текесін будандастыру нәтижесінен шыққан аралық тұқым өзі ірі, өсімтал, қысқа төзімді болып келеді. Олардың әрбіреуінен 5 кг-ға дейін жүн алынады. Әрқайсысының салмағы 50-60 кг-нан тартады. Орта есеппен 100 аналығынан 145-тен лақ алынып отыр. Міне осының өзі колхозшылардың биылғы жылы мемлекет алдындағы жүн тапсыру жоспарын мерзімінен бұрын орындауын, мал басын өсіру жөніндегі міндеттемені асыра орындауын қамтамасыз етті. Сиыр тұқымын асылдандырып, оның өнімділігін арттыру шаралары да іске асырылуда. Колхоз бұл жұмыспен көптен бері шұғылданып келеді. Жергілікті сиырды Герафорд бұқасымен будандастырудың нәтижесінде оның ұрпақтары етке салмақты, сүтті мол беретін тұқымға айналып отыр. Егер бұрын колхозда жергілікті сиырлардың әрбіреуінен жылына 800-900 литрден ғана сүт алынатын болса, биыл 8 айдың ішінде Герафорд тұқымдас сиырдың әрбіреуінен 1200-2000 литрге дейін сүт алынуда. Бұл колхоздың мемлекет алдындағы сүт, май тапсыру жоспарын артығымен орындауын қамтамасыз етті. Мал басын өсіріп, оның өнімділігін арттыра беру үшін колхоз басшылар бастауыш партиям қажетті шаралардың бәрін іске асыруда. Ең алдымен малды жайып, семіртіп күте білетін жер жағдайын жетік таңдаулы колхозшыларды мал бағуға бөліп, олардың сол жұмысы тұрақты болуын үнемі қадағалап отырады. Олардың ішінде Бекенбаев, Көбекбаев, Тастағанов, Қарақатов, Мұсабаев жолдастар еңбек үлгісін көрсетуде. 13 айғыр үйір жылқысы бар Уақай Бекенбаев жолдастың еңбек күні мен қосымша ақысына тиетін малды, жүнді, ақшаны, астықты, етті ақшаға шаққанда жылына 48 мың сом табыс алғалы отыр. Оның әрбір айдағы табысы 4 мың сомнан айналады. Мұндай мол еңбекті колхоздың алдыңғы қатарлы малшыларының барлығы да алады. Тағы да осы малшылар туралы айта кетейік. Отан соғысының мүгедегі коммунист Мұстафин жолдасқа биыл партиямы мен колхоз басқармасы аса жауапты жұмыс мемлекетке ет орнына берілетін бойдақ қойды бағып семіртуді міндеттеді.
603 қой бөліп берді. Бұл ұсақ қазақы қойдың тұқымы еді. Жайлауға шығарда орта есеппен оның әрбіреуі 41 килограмм ғана тартты. Август айында осы қойдың әрбіреуінің салмағы 59 килограммнан айналды. Саябек Қожахметов жолдас жылқы фермасын басқарады. Ол мал өсіруді қамтамасыз етумен қатар мал жайылымын дұрыс пайдалану, мал қыстатуға әзірлену жұмысына белсене қатынасады. Қой фермасының бастығы коммунист Назарбек Қалиев жолдас партиямының тапсырмаларын мүлтіксіз орындай отырып, мал басын өсіріп, оның өнімділігін арттыруда жоғарыда көрсетілгендей табысқа жетіп отыр. Мақаланың авторы Ж. Құлбаев, Комсомол колхозы, Ақсуат ауданы. Осы айтып өткен жұмыстардың нәтижесінде мынау екпінді газетте 49 жылғы 10 октябрь күнгі облыстық құрмет тақтасына Комсомол колхозы 33 номер болып жазылған. Ақсуат ауданында Комсомол колхозы председатель Батыршин жолдас деп тұр. Көріп отырғандарыңыз тағы да екпінді газеті 13 май 50 жылғы. Қызыл тулы ойшылық ауыл советі деп аталады. Бұл мақала газеттің түгел бетіне шыққан. Басындағы кіріспесін оқиық. Ақсуат ауданының ойшылық ауыл советі 1949 жылы ауылдық, селолық және поселкелік советтердің республикалық социалистік жарысында ауылдағы шаруашылық және мәдениет құрылысында басшылық етуде едәуір көрнекті жұмыстар істеді. Қазақ ССР министрлер советінің қаулысы бойынша биыл ойшылық советіне министрлер советінің ауыспалы қызыл туы және 5000 сом бірінші дәрежелі ақшадай сыйлық берілді. Ойшылық советі ауыспалы қызыл туды биыл да баянды ету үшін нақтылы міндеттемелер алды. Павлодар облысындағы Песчан сельсоветінің шақыруы бойынша Қазақ ССР-ның 30 жылдық мерекесіне татымды тартулар мен келудің шараларын белгілеп, іске жұмыла кірісті. Газетіміздің бүгінгі нөмірінде ойшылық ауыл советінің, оның депутаттары мен активтерінің жұмыс тәжірибелері туралы материал жарияланып отыр. Колхоз председателі Батыршин ауа райы туралы күнделік жазып отырады. Оның қойын книжкасында 27 апрельде күні бойы қалың жаңбыр болды. 28 апрельде терістіктен салқын жел соқты. 29 апрельде азырақ бұршақ жауды деген қысқа сөздер жазылған. Бұл алдағы күннің қамы. Туғанбай фермаларды күн сайын аралап, малдың күйіне, әсіресе жас төлдің күтіміне қатты көңіл бөледі. Малды жазда, күзде, қыста, көктемде қалай күтудің әдісіне жетік. Ол қазақтың бұрынғылар айтатын саратан, зауза, отамалы деп аталатын амалдарының тарихында біледі. Өткен жылы бұл ауыл мемлекетке 2074 центнер астық тапсырып, жоспарды едәуір артығымен орындаған. Осы мақаланың қорытындысында былай жазылады. Ойшылық советі республикадағы озат ауыл советтің бірі. Оған Қазақ ССР министрлер советінің ауыспалы қызыл туы беріліп отыр. Бұл бүкіл Ақсуат ауданының, тіпті Семей облысының мақтанышы. Бұған жергілікті партия, совет ұйымдарының дұрыс басшылығы, бүкіл ауыл еңбекшілерінің жан аямай еңбек етулері арқасында қол жетіп отыр. Қызыл тулы ойшылық советі ауыл селолық советтердің республикалық социалистік жарысына қосыла отырып, Қазақстанның даңқты 30 жылдығына көрнекті табыстармен баратын болу үшін ауыспалы қызыл туды қолдан түсірмей, жаңа табыстарға қарай қарыштап алға баса беруі керек. Садуақас Машақов, ойшылық ауылы, Ақсуат ауданы. Мына көріп отырғандарыңыз малдың саны 5 есе өсті деген мақала Ақсуат ауданындағы Комсомол колхозының председателі Батыршин жолдастың сөзінен деп аталады екен. Бір жерлеріне тоқтай кетейік. Колхоздың атақты шопаны Мұсабаев жолдас орта есеппен 100 саулықтан 128 қозы, Ысқақов жолдас 132 қозы, Байжұманов жолдас 125 қозы алып отыр. Жыл аяғында партия мен үкіметтің қаулысы бойынша колхозшыларға қосымша еңбекке 537 қозылақ, 16 бұзау, 6 құлым берілді. 300 бас мал еңбек күнге бөлінді. Шопан Байжұманов жолдас еңбек күні мен қосымша ақыға 60 бас мал алды. Колхозда асыл тұқымды мал өсіретін 3 ферма бар. Онда Қаракөл,
Еділбай тұқымдас қой, ангор тұқымдас ешкі өсіріледі. Қойдың сапасы жыл сайын артып келеді. Асыл тұқымды қошқардың салмағы 80-нен 112 килограммға дейін тартады. Биыл біздің колхоз облыстың басқа колхоздарына ең кемі 300 бас асыл тұқымды мал сатуды белгілеп отыр. Бұл міндет те сөзсіз орындалады. Ал мына көріп отырғандарыңыз 50-ші жылғы 30 август күні шыққан екпінді газетіне құрмет тақтасы СССР дайындау министрлігінің Семей облысының өкілінің ұсынуы бойынша 1950 жылы астық дайындау жоспарын мерзімінен бұрын орындаған үшін төмендегі колхоздар мен совхоздар облыстық құрмет тақтасына жазылады. Ақсуат ауданынан 26 комсомол ауыл шаруашылық артелі председателі Батыршин Жолдас дейді. Осы айтып отырған 1950 жылы колхоздарды ірілендіру туралы үкіметтің қаулысы болып, 36 ұсақ түйек колхоздың орнына 7-8 ірі колхоздар пайда болған. Сол кезде Ақсуат аудандық райзо немесе жер бөлімі мекемесінің бухгалтері болып істеген Ысқақ Долдин ағамыздың еске түсіру бойынша Туғанбай Батыршин өзі таңдап отырып комсомол колхозына Шапай мен Ұланырге колхоздарының жерін қосып алған. Долдин Ысқақ 1922 жыл туған, 2018 жылы қайтыс болған отан соғысының ардагері, ұзақ жылдар Ақсуат ауданының шаруашылықтарында бас бухгалтер жұмысын адал атқарған ардақты ағамыз. Ысқақ аға елімізге белгілі мемлекет қайраткері Серікболсын Әбделдиннің ағасы. Бұл әулеттің ерекшелігі ешкімнің ала жібін аттамай, елге адал қызмет істеу еді. Жандар жәннаттан болсын. Мына картадан комсомол колхоздың жерлерін көріп тұрсыздар. Жоғарғы жақтағы бөлігі бұрынғы Шапой колхозы. Төменгі жақта Ұланырге мен комсомол колхоздары жалғасып жатыр. 1950 жылы Туғанбай ағамыздың еңбегі ескеріліп, Қазақ ССР жоғарғы советінің грамотасымен марапатталыпты. Колхоздың іріленгеннен кейінгі мына бір мақалаға көз жүгіртіңіз. Тарбағатайдың жондары бұл күндерде сұрғылт тартып, өктеп соққан суық жел қылышынан сүйретіп қыс келедіні аңғартады. Аспанда сап түзеген құстар түстікке бет алып, алтын күз жырын шырқап бара жатқандай. Бұл таулы елдегі күздің соңғы күндері. Тарбағатайдың мол суы шүйгін шөпті нарым мен тақия кеткен, ақжал, тойке, арғанаты, тымырсыққа дейінгі сайы мен жоталары толы 4 түлік мал жатыр. Тау ішінде 42 қыстаққа мал орналасқан. Бұл 45 мыңнан астам мал бір ғана комсомол колхозының дәулеті. Бұл мақала облыстық екпінді газеті 2 қараша 1952 жылғы іріленген кезі комсомол колхозының. Ойшылық ауылындағы әкімшіліктің алдында тұрған ескерткіштерден Ботабаева Жәнипа Ығыспанқызы 1927 жылы туған, 1981 жылы қайтыс болған. Жәнипа Ығыспанқызының өмір жолы комсомол совхозының өркендеуіне қосқан үлесі мына өлең жолдарынан сипатталады. Ақсуаттың ойшылығы бабалардың мекені. Осы ауылдан талай шықты азаматтар жетеді. Соның бірі Ботабаева Жәнипа еліменен ауыр жүкті көтерді. 33 жыл хатшы болды ауылдық кеңеске. Алып жатыр бүгінгі күн бәр еске. Қамқор болып жетім жесір жарлыға, алып шықты қиындықтан белеске. Жас кезінен ақыл ойы тоғысқан, кең далада сәйгүліктей жарысқан, қажыр қайрат жігері де шыңдалып, Ұланырге комсомолдай совхоздарды құрысқан. Өміріміз алда тұрған жарқын бақ, деп жүруші еді жасын оттай жарқылдап. Бейнесі тұрды тақтасындай құрметтің, ауданменен облысқа талай болған депутат. Мамилина Шапия 1916 жылы дүниеге келген, тыл ардагері. Комсомол колхозына еңбегі сіңген, егін шаруашылығының дамуына зор үлес қосқан алғашқы комбайншы. Асыл әже, аяулы ана, адал жар, әулетіңнің бақытына жаралған, ақ жүзіңді жасырса да топырақ, ұрпақтарың тәрбиеңнен нәр алған.
соғыс жылдар туған елде тер төктің, ар намысты ардагері еңбектің, бағындырып комбайнның тізгінін тер төгумен өтіп еді жас күнің. Ескерткіш ұрпақтарынан. Дауылды жырдың дүлдүлі Оразаев Замантай. 1932 жылы 10 қаңтарда Семей облысы Ақсуат ауданы Ойшілік ауылында дүниеге келген. 1958 жылы облыстық ақындар айтысында жармалық Қалихан Алтынбаевпен айтысып, жарқ етіп алға озғандықтан 1961 жылғы республикалық ақындар айтысына қатысып, көкшетаулық Көкен Шөкеевпен айтыста бас бәйгесіне ие болған. Осы айтыстарын жоғары бағалаған қарт ақын Шәкір Әбенұлы Ақсуаттың ақиық ақыны деп баға берген. Айтыстың туын көкке көтерген өр тұлғалы ақын. Қазағым айтыс десе елеңдейді, көңілді көтеретін өлеңдейді. Сұлу жүр, көкке өрлеп шалқығанда, балқиды жүрек түгіл денең дейді деп жырлаған. Самат Махадиұлы Сарбасов 1942 жылы 20 қыркүйек күні Ақсуат ауданы Ойшілік ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1960 жылы Ойшілік совхозында механизатор болып бастаған. Совхоздан 500 гектар суармалы егіндік жер алып, әр гектардан 20 центнер өнім алған. Осы еңбегі лайықты бағаланып, Кеңес одағындағы ең жоғары марапат Ленин орденімен марапатталған. 1991 жылы Алматы қаласында өткен Қазақстан Коммунистік партиясының 18-ші съезіне делегат ретінде қатысты. Әр жылдары аудандық ауылдық кеңес депутаты болып сайланды. 1983 жылдан бастап Қазақстан Компартиясы Ақсуат аудандық комитеті мүшесі болды. Ауыл шаруашылығын өркендетуге қосқан қомақты үлесі үшін Қазақ-СССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен, тың және тыңайған жерлерді игерген үшін Ленинге 100 жыл медальдарымен, Қазақ-СССР ауыл шаруашылық көрмесінің күміс медалімен марапатталған. Ойшілік ауылының егін шаруашылығының дамуына зор үлес қосқан. Үменұлы Сағидолла 1928 жылы туып, 1998 жылы қайтыс болған. Қазақ-СССР Жоғары Советінің депутаты. Ұлы есімі сан жылдармен жатталған, КСРО-да басшылықты атқарған. Өткені мен өмір деген өткелден тектілігі санамызда сақталған. Дастан болып төгілсін бұл жыртағы, ұлылық пен атар күннің нұр таңы. Екі дүркін депутаттық қызмет атқарған жан үлгі тұтар ұрпағы. Ұлықтасын ел асырсын бағасын, дәл өзіңдей батыр қылған баласын. Ұрпақтары жерлестері мақтанғып еске алады батырлық пен бабасын. Ескерткіш ұрпақтарынан. Енді жаңағы айтылған тарихқа кірмей қалған адамдар туралы бір-екі ауыз сөз. Мына фотода жаңа айтып өткен Жанип апамыздың жолдасы Балтабаев Талғатбек, Ұлы Отан соғысының ардагері, кеңес сауда ісінің үздігі, ойшылық байланыс бөлімінің бастығы болып істеген. Ортада Шұқыжанов Сайдахмет, Ұлы Отан соғысының ардагері, Ленин орденді комсомол колхозының гүлденуіне елеулі үлес қосып, миллионер колхоз атануына дейін талмай еңбек еткен қоғам қайраткері. Сол жақ шетте отырған ағамыз Ілиясов Ашкен, соғыс ардагері, Қазақстанның оқу-ағарту ісінің үздігі. Мына келесі фотода Шапай фирмасының бастығы болған, колхозға көп еңбек сіңген адам Мағау Жақыпов деген ағамыз. Сол заманның кәсіпкері, заготовитель Бексұлтанов Зәкәтай ағамыз. Мына суретте Жамал тәте екеуін көріп отырмыз. Алдында отырған балалар Шұқыжанова Әлия және осы кісілердің баласы Бәтилә. Келесі кейіпкеріміз Қозыбаев Тұрсын деген адам болады. Сол Тұрсын ағалар Қытайдан келгенде 55 жылы бірінші мына Жарма ауданы Михайловка деген жерге келіпті. Сол кісілерді барып көшіріп алып келген осы Зәкәтай ағамыз екен. Мына Қозыбаевтар Жамал тәтеміздің
туысқандары болады. Ал енді мына суретте көріп отырғандарыңыз Ақсақал Қозыбаев Тұрсын деген адам ол 58 жылы Ойшылықтың Ұзынбұлақ деген жерінде 400 гектар жерге жүгері егіп үлкен жетістікке жеткен. Сонда балалары Базар мен Мұқташ екеуі суарады екен. Мұқташ ағам мен Мақаншыда көрші тұрдық. Осы әңгімені маған Мұқташ ағам айтып берді. Егіндері керемет шығыпты сол жылы. Бірақ сол бір жағдайлар болып, бұл кісілер сол 58 жылы Мақаншы жаққа көшіп кеткен. Енді тағы да бір адам туралы айта кетейін. Бұл кісі Рахым Оңтағар ағамыз руы Соғас 36 жыл туған, 2016 жылы қайтыс болды. Ата-бабасының жері Жақсы Арғанаты деген жер екен. Бұл кісінің тағдыры өте қызық енді. Қуғын сүргіннің барлық түрін көрген. Сол Қытайда Үрімшіде Тау-Кен институтын бітіріп, енді жұмысты бастаймыз деп жүрген кезде, сол кезде Құталан түзету лагеріне жібереді, сол бір рудникта жұмыс істеп жүреді. Сол кезде әкесі қайтыс болып, сол жерлеуге сұранып Шәуешекке келеді ғой. Тура сол кезеңде Қытайдан біздің адамдар 62 жылы апрель, май сол кезде бері қарай жалпылама өтіп жатады да, ол да өтіп кетеді бері қарай. Көргені өте көп. Осы жақта да қайтадан сол Қытайдағы білімнің бәрі іске аспай қалғанда орыс тілін білмейді ғой, содан кейін жұмысқа қабылдамайды. Бұл кісі қайтадан институт бітіреді, Павлодардың индустриальный институтын бітіріп, осы жақта энергетик болып жұмыс істеген. Ағамыз міне мынадай бір тағдыр деген кітап жазған. Қазір баласы сол энергетикада жұмысын жалғастырып істеп жатыр. Енді фотолары жоқ адамдар бар бізде. Мысалы, Ұланерге колхозы комсомолға қосылған ғой. Сол кезде колхоздың председателі Ішпеков Қожақан деген ағамыз болды. Ол кісілерді айта кетуіміз керек. Кейінде ол кісі ұзақ ұпырақ болып басқа жұмыстарда жұмыс істеді. Енді бағана айтып өткен Сақтағанов Күлбай деген атақты шопан атамыздың балалары Салық ағамыз, Назаш аға, Бейілхан Күлбаевтар осы комсомол колхозында жұмыс істеді. Комсомол колхозында да, совхозында да кей. Енді соны Тымырсық деген жерде Диірменде Қазиман деген ағамыз болған. Ол кісілердің де мен енді кішкентай бала болсам да, ол кісілердің үйінде болдым. Сол шешеммен бірге ұнтарттыруға бардық. Сол әлі еміс есімде. Біз енді 58 жылы ойшылықтың көшіп кеттік. Сол 58 жылы мен 5 жастан соғымға дейін көргендерім бәрі еміс есімде. Енді менің ағаларым жұмыс істеді. Мысалы, Нүкішев Қасен деген ағамыз механизатор болды. Шапайда Әпетов Тұрсынхан деген ағамыз болды. Басқа көптеген ағаларымыз болды. Бізбен көрші үйде Қырықбай, Зылиха деген жақсы кісілер тұрып еді. Олардың да аттарын айта кеткім келеді. Ең аяғы менің әкем қайтыс болғанда, қайғының әсерінен шешемнен сүт шықпай қалған кезде мені өзінің баласымен қатар емізген Қази апамызды да қалай ұмытамыз. Міне енді бұл адамдардың барлығы дерлік, барлығы болмаса да көпшілігі о дүниелік болып кетті. Жандар жәннатта болсын, ұрпақтары аман болып, өсіп өне берсін деп тілейміз. Еліміз аман болсын ағайын. Сау саламат, аман есен болыңыздар.